Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 75-ші сабақ жаңылтпаш. 4-ші тарау салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Жаңылтпаш дегеніміз қиын айтылатын, тілді мүдіртетін сөздер немесе сөйлемдер. Жаңылтпаш сөйлеу тіліңді дамытады. Бірінші жаттығу. Айнала, айдала. Айдалада адастық. Айналаны, айнала, айнала. Яғни, айнала дегеніміз жан-жағымыз. Айдала деген шеті жоқ дала, адамдары жоқ жер. Яғни, сонда жан-жағымыз шеті жоқ дала дейді. Айдалада адастық дейді. Яғни, сол шеті жоқ далада адасып қалдық дейді. Айналаны айнала, айнала дейді. Яғни, сол жан-жағымызды айналып, адасып қалдық дейді. Есенде бар неше әже? Есенде бар қос әже. Бір әжесі анасының әжесі. Бір әжесі әкесінің анасы. Яғни, есенде неше әже бар дейді. Есенде қос әже бар дейді. Қос әже дегеніміз екі әжесі бар екен. Бір әжесі анасының әжесі екен. Яғни, бұл үлкен әже екен. Бір әжесі әкесінің анасы екен. Яғни, бұл өзінің әжесі екен. Екінші жаттығу. Жаңылтпаш деген не? Аяш ағасы Айдарға келді. Кел, екеуміз бәстесейік. Мен саған бір сөздер айтамын. Сен соларды қайталап айтшы, деді. Иә, ол не қылған сөздер, деді Айдар. Қане, жылдам айта қойшы. 4 торт, 5 бисквит деші. Айдар тез айтам деп тұтығып қалды. Оның айтуынша 4 торт, 5 бисквит болып шықты. Отырғандар ду күлді. Яғни, бір күні Аяш ағасы Айдарға келеді. Айдар, кел, екеуміз бәстесейік. Мен саған бір сөздер айтамын. Сен соларды тез қайталап айтшы, дейді. Иә, көрейік, дейді. Сосын Аяш айтады. 4 торт, 5 бисквит деп айтшы, дейді. Айдар тез айтамын деп тұтығып қалады. Айдар 4 торт, 5 бисквит деп айтады. Отырған анасы мен әкесі күледі. Үшінші жаттығу. Ісіңе сен кеш кіріссең, тыңдырмайсың ешбір іс сен. Яғни, бір жасайтын ісіңді кеш жасайтын болсаң, онда ешқандай істі бітірмейсің дейді. Яғни, бұл жерде балақай сағат 10-да тұрып, ойыншықтарын да жинай алмай, сабағында оқи алмай, ештемеге үлгере алмай, жабығып отыр. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де. Шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Яғни, бұл жерде бірінші балақайдың аты Саша, бірақ шашы сары. Оның да жасы 8-де. Ал екінші балақайдың аты да Саша. Оның да жасы 8-де. Бірақ оның шашы жирен түсті. Жирен түсті деген түс қызғылт түске келеді. Таба алмадым бал араларын. Дала араладым, қала араладым. Яғни, бал араларын таба алмадым дейді. Даланы да араладым, қаланы да араладым дейді. Бірақ таба алмадым дейді.
оқуға салақтар, тек кітап парақтар, сабақта алақтар, далада далақтар. Яғни оқуға салақтар деген оқу тәртібі төмен балалар, олар тек кітап парақтар дейді. Тек кітапты парақтап отырады дейді. Сабақта алақтар дейді. Яғни сабақта алақтап әркімге бір кедергі келтіріп, біресе ручкасын, біресе дәптерін жыртып, түрлі түсті нәрселер жасап, алаңдап отырады дейді. Алақтап отырады дейді. Далада далақтар. Яғни далада далақтап жүгіріп, киімдері алқам-салқамы шығып, ештемеге қарамай, далақтап жүгіреді дейді. Мысалы, сөмкесі ашылып, ішінен дәптері шашылып, жүгіріп далақтаған балалар болады. Бір бақбақ көрдім шаңырақтай, бір бақбақ көрдім саңырау құлақтай. Шаңырақтайы үлкен бе, саңырау құлақтайы үлкен бе? Яғни бір бақбақты көрдім дейді, шаңырақ сияқты үлкен дейді. Ал бір бақбақ көрдім дейді, саңырау құлақ сияқты кішкентай екен. Шаңырақтайы үлкен бе дейді, шаңырақтайы үлкен екен. Саңырау құлақтайы үлкен бе дейді, саңырау құлақтайы кішкентай екен. Көрдіңдер ме балалар? Жаңылтпаш сөйлемді анық айтуға бірден бір құрал екен. Видео ұнаса тіркеліп, достарымызды шақырайық.